Сол сияқты ешқашан бермеуге. Әрбір мысалы любой бір спортшыны алыңыз, любой бір политикті алыңыз, любой бизнесменді алыңыз. Тони Робинс деген бизнес тренер бар. Брайан Трейси, Джон Кеха, Рэнди Гейдж, Нұрсұлтан Әбішев, Назарбаев болсын. Абай Құнанбаев, мысалы Абай Құнанбаевтың өзі, білеміз барлығымыз, Абай Құнанбаевтың шын ілімін алып, шын соны жетістікке жеткізген 4-ақ шәкірті болған. Оның 2 өз баласы, 2 тағы 1-2 атын қалыпты. 4-ақ кісі. Бірақ ол тоқтап қалды ма ол кісі? Өмірінің соңына дейін білім беріп кетті. Шәкәрім атамыздың мынандай бір сізге бір өлеңін айтып кеткім келіп тұр. Адамдық борышын халқыңа еңбек қыл. Ақ жолдан айнымай арсақта оны біл. Талаптарында білім мен өнер үйрен. Білімсіз өнерсіз болады ақыл тұл. Мақтанға салынба мансаптың тағы үшін. Нәпсіңе билетпе басыңның бағы үшін. Ғибрат алтын іс қалдырсаң, шын бақыт осынып мәңгілік өлмейсің. Мысалы, Шәкәрім атамыз қанша жыл болып кетті, қайтыс болып кеткен, әлі күнге дейін біз ол кісінің өлеңдерін айтамыз. Әлі күнге дейін ол кісінің үлгі тұтамыз. Мысалы, кім батыр болғысы келеді? Қабанбай батыр сияқты батыр болғым келеді. Кім батыр, кім болса, мысалы, әшейін ат қоймаймыз ғой. Абылай хан деп қоямыз, Махамбет деп қоямыз, соған ұқсасын деп қоямыз. Ол кісінің жақсының заты өлгенімен аты өлмейді. Әлемде мысалы тарих жазылады, тарихты жазып, мысалы тарих оқимыз ғой. Бірақ ол тарихты жазатын адамдар бар ғой. Кім жазады? Ол сіз сияқты осындай 10%-ның ішіне кірген адамдар ғана жазады. Қалғандар оқиды. Мысалы Бауыржан Момышұлының тарихын білесіздер, Жамбыл Жабаевтың тарихын білесіздер ме? Өзінің бүкіл мал дүниесін сатып қазақтарға танк алып берген. Мысалы, көрдіңіз бе, сол Жамбыл Жабаевтың сол өлеңдерін өзіміздің қазақтың зиялыларында көп кітап көп оқу керек. Адамдармен көп сұхбаттасу керек сосын. Бұл мысалы айтамын да, мысалы өзінің арғы бетіне өту үшін сіз жарты жолда тоқтап қалсаңыз не болады? Жүзіп келіп не істейсіз? Ақ кетесіз. Ақ кетесіз, болмаса батып кетесіз. Ал сіз до конца жетсеңіз ғана, соңынан жүзіп барсаңыз ғана ар жеріне барасыз. Сондықтан әрбір іс бастаған кезде ешқашан бермеңіз. Ол сәтсіздік те болады, біреу жамандайды, біреу айтады, біреу не болады, бірақ ол болатын заңдылық, өмірдің заңы сондай. Ол өз бастаңызда да өтіп жатыр. Мысалға, бәріміз енді махаббат болдық қой, махаббат болды, кейбіріміз сәтсіз махаббатта болды, жүрегіміз жарылап кеткен сәттерде болды. Бірақ сіз ары қарай өзіңіз, енді өмірдің заңдылығы ол болатын нәрсе. Бірақ сіз ары қарай тұрмысқа шығып, үй құрып кеттіңіз ғой. Сол сияқты ғой, әрбір сәт болады. Бірақ сіз оны түңіріп не істеп кетсеңіз, қиын болады да. Сондықтан өзіңіз үмітіңіз бірінші кезекте өзіңізді самооценкаңызды түсіріп, өзіңіздің үмітіңізді өссеңіз, сізді ешкім қолыңыздан тартып шығара алмайды. Тек сіз оны сол адам көмектесейші деген адамды естиміз, тартады. Мысалы, балотаға батып бара жатқан адамды бір адам ешқашан шығара алмайды. Кемнегіне 2-3 адам керек. Сондықтан білім керек. Білімді 1000-ді шығар, білімсіз білікті 1-ді шығар. Мидың мышцасын күшейтуге болады да, оймен жұмыс істеуге болады, оймен тартуға болады. Мысалға, әлемде мынандай заңдылық бар. Әлемде шын мәнінде заңдылық бар. 72 сағат деген заңдылық бар. Ол не дегеніміз? Біз ойлаймыз. Өткенде ғана менің достарымда, осы класстастарымда тәжірибе болды да, сол кезде мен айтып кеткем, осы нәрсені айтып кеткен. Әлемде вселенныйда мынандай заңдылық бар дедім. 72 сағат деген нәрсе бар, сіз ойлайсыз дедім. Ойлаған нәрсе әлемге шығады ғой. Мида тоқтап қалмайды. Ол әлемге барады. Періштелермен Құдайға жетеді деген сияқты діни тұрғыда айтқанда, білім тұрғыда айтқанда, ол әлемге кетеді да. Сол әлемге кеткенде 72 сағат береді екен. 72 сағат күтеді екен. Жаңа бір орында тұрады екен, жаңағы ойыңыз қалғып 72 сағат күтеді екен. 72 сағат күткенде ол не үшін күтеді? Жаңағы ойлаған адам сол мақсатына жетудегі бір іс-әрекет жасасын деп күтеді екен. Ол қалай? Мысалға, бизнес бастаймын деп ой келеді ғой. Бірақ менің ақшам жоқ дегенде сіз ол не істейсіз? Бір іс-әрекет ақша жинап бастау, болмаса инвестор іздеу деген сияқты. Сосын сол ой болғаннан кейін барып келіп сізге көмектеседі. Басқа адамдарға сондай адамдарды келтіреді сізге. Сондай мүмкіндіктер алады. Ал егер 72 сағатта сіз ойлап қана қойып, ешқандай іс-әрекет жасамасаңыз, ол не істейді? Менен бір жағынан ой шықты, бірақ мен ешқандай іс-әрекет жасаған жоқпын. Бұл жерде жанат дейік мысалға, оның тартылыс күші күшті.
ол ой барады да, сол ойды жаңа тартып алады. Сосын ой болады ғой, кеше ғана осыны ойлап жүрдім, уже ашып қойыпты сол нәрсені. Мысалы мен кассасын айтты да, боулинг ашқым келді да, Қызылорда ондай жоқ деді да. Мен сол кезде айтқам, давай сен блокнот алып жазып іс әрекетін жаса, 72 сағат деген бар. Бірақ ол жігіт жасаған жоқ та. Сол Инстаграмды қарап отырсам, Қызылордада боулинг ашылды дейді, басқа біреу ашқан. Көрдіңіз бе? Сол ойлаймыз, бірақ іс әрекетін жасамасақ, мына жерде мен бутик ашайын деп ашып қойыпты ғой. Мен мына жерде бизнес бастайын деген бастап қойыпты ғой. Мақсат қою керек қой. Мақсат қойып. Әрине, сол мақсат ойлайсыз ғой бірінші мақсатты. Сіз ой жеп қоясыз, бірақ іс әрекетін жасамай, қиялдап мақсатты қойып деп жүре бересіз, ол орындалмайды. Іс әрекетін жасау керек. Уақытты тиімді пайдалану ішіне айттым да, бәрін бірден істеп кету қиын. Бір іс әрекеттен бастаңыз. Мысалы, миллионым жоқ дейсіз ғой, бірақ сіз 1000 теңгеден 10 000 теңге жинап бастап миллионға жеткізіп, бар бизнес бастаңыз бізға. 40 000 теңге, бізға қазір 40 000 теңге бәрінің қалтасында бар. Жоқ емес та. Аға мүмкіндікті көрмейміз да. Адамда бір балықтың түрі бар. Аквариумда да өмір сүреді, және көл, өзендерде өмір сүреді. Аквариумда өмір сүрсе, ол балық көлемі мынандай ғана болады екен. Ал сол балықты көлге жіберсе, щука емес ол. Осетр ау деймін. Осетр, иә. Ол көлге жіберсе, осындай болып өседі. Мынандай болып өседі. Көрсе, адам деген өзіне мынандай рамка қойып қойған ғой өзіне. Болады сол бет. Зато балықтарды алдап қойған деймін да, адам деймін да, стеклянный деймін да, ол ойлап тұр, ар жағында бірдеңе бар шығар деп жүзіп барса, стеклоға қадалады да, қайттан кейін қарай жүзеді да, былайша. Сол сияқты адам өзіне қойып қойған да, бейді. А бұның ар жағындағы нәрсені көрмейді да, ол үшін көр үшін есікті ашта шық. Шетел сияқты болғың келе ма, Американың білімін алын, Европаның бизнес білімін алын, Европаға барып кел. Бірақ ондай мүмкіндік болмағандықтан бізге қазір сол нәрсені кіргізіп, жақсы нәрсені алып, халыққа тарату керек. Қазір ақпараттың заманы, қазір білеміз, Instagram, YouTube, Facebook, ВКонтакте, телевизор, интернет, тағы не бар? Радио, одан кейін өсек дейсің. Одан кейін сарафанный радио бар, біреудің ауызекі түсігі бар. Бұрын, осыдан бір 100 жыл бұрын, телефон, радио, басқа дым жоқ ақпарат. Телефон, радио, газет. Қазір 10 шақты түрі бар да. Бірақ ақпараттың заманы болғандықтан кім жетістікке жетеді, кім миллионер болады. Керек ақпаратты алып, керек ақпарат өзі тәжірибесіне іске асырып, және көпшілікке таратқан адам ғана жетістікке жетеді. Ақпарат деген сондай. Ал MLM бизнестің негізі ол не? Ақпарат. Және жалпы ресурс әлемдегі бүкіл бизнес болсын, қандай да бизнес болсын, ең бірінші ресурс ол адам. Ол өнім емес, ол маркетинг жоспар емес. Ол жерде сіздің мысалы магазинда сіз ол жерде тұрған полкыңыз емес, ол адам болып келіп алмаса, сіздің саудаңыз болмайды ғой. Ал MLM бизнесте бізде адам ресурс болғаннан кейін, сізді адам ретінде, миллионер болу ретінде біз қалыптастырамыз. Мысалға, сіз миллионер болған кезде қазір миллион болмаса да, қазақтан мақал бар ғой, ұқсамасаң да, ұқсап бақ. Сол сияқты сіз миллионер болғыңыз келсе, осы бүгіннен бастап миллионерлердің тарихын оқыңыздар. Бұл кісі не істеді? Миллион болу үшін. Сен былай ойлағанша, ой, қай бір шағым миллион болды дейсің, біреудің случайно болып кетті ғой деп. Ол деген еңбек етті ғой. Соны зерттеу керек та адам деген. Іздену керек. Қалай жаңа айтып отыр, адам бұл өмірге келгенде үш сұраққа жауап алу керек. Біріншісі, қайдан келдім? Екіншісі, не үшін келдім? Үшіншісі, қайда барасың? Бұл жалпы өмірдегі үш сұрақ. Соны бизнесте де қолдансаңыз да болады да, осы сәтке де қолдансаңыз да болады. Мен бұл жерге қайдан келдім? Бұрын қайда болдыңыздар мысалы? Жаңа сіз айтып отырсыз, бұрын неге алмадым деп жатсыз бұл білімді, соны елестетуге бұрын қайдан келдім? Сосын не үшін келдім? Бұл жерге мен бір себеппен келдім ғой бұл жерге. Болмаса значит керек болған ғой деп. Не үшін келдім? Сосын бұл білімді алғаннан кейін, бұл тренингті алғаннан кейін қайда барамын деп ойлау керек. Енді бұл сіз өзіңізге уәде беріңіз. Не соншалық айқайлап жүрмін? Өзбектер ме? Құда қаласа. Бауырда сөйлеп отыр, бұл жерде сіз көріңіз, жаңағыдай. Енді жаңағы методты 72 сағат деген нәрсе бар.
Сіз 72 сағатта өміріңізді өзгертуге әрекет жасамасаңыз, 72 сағаттан кейін 73 сағатта сіз қолдап, қимылдап бастасаңыз, ол нәтижесін бермейді. Нәтижесі беруі мүмкін, мынандай анализ бойынша, мынандай зерттеу бойынша, ол мүмкіндік 7 жылдан кейін ғана қайтып келеді екен. Біз білмейміз, адам бүгін бар, ертең топырақ. Ол мүмкіндік 7 жыл өмір сүреміз, білмейміз. Сондықтан осы білімді игеріп, көпшілікке таратсаңыздар, бірінші кезекте сіздер өздеріңіз байысыздар, руханиден материя байысыздар, және басқа адамдар да байиды.